Сабағым 74-ші сабақ түбір және қосымшаны ажырата аламын дейді. 40-шы жаттық өлеңді көшіріп жаз дейді. Су серіктер денеңді, онымен дос болғайсың. Судан кейін сен енді ісіңді оңай жалғайсың дейді. Я қарамен жазған сөздің түбірі мен қосымшасын ажырат дейді. Бұл жерде судан, я балалар қараңыздар, судан, су түбірі, дан қосымшасы екен, я. Енді балалар 41-ші жаттық 41-ші жаттық өлеңді оқы дейді. Зырлайды доп, бір орында тұрмайды. Қарсыластың қақпасына таяса, жүрегіміз тулайды. Зырлайды доп, зырлайды. Қалт жіберме, сен қақпаны дәл көзден. Қуанамыз сол кезде дейді. Өзің ұнататын команда жеңіске жеткендің қандай көңіл боласың. Әрине балалар, ол кезде қуанасың, я, қуаныш. Ура! Жеңіске жетті деп, сыныптастардың футбол ойыны туралы хабар жүргізіп көр дейді. Балалар сыныптастарымен жүргізіп көріңдер. 42-ші жаттық көптеген орнына тиісті қосымшаны қойып мақалды көшіріп жаз дейді. Таза саулық негізі, дені сау адам дәулетті адам дейді. Балалар қараңыздар, тазалық саулық негізі, дені сау адам дәулетті адам. Үстіп жазасыздар, я. 43-ші жаттық ұйқасын тап дейді. Атпен шап, сумен бетінді, допты соқ болсын денің дейді. Балалар қараңыздар, бұл жерде 43-ші жаттығу. Допты атпен шап, допты соқ, сумен бетіңді жу, болсын денің сау дейді. Үстіп жазады екенбіз. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сағат кездескенше сау болыңыздар, я.